Ипотекаға үй алып жатқан кезде мынандай бір ойланатын нәрсе бар. Кей жағдайларда қаланың ішінен үй алып жатқан кезде бір кредит 5-6 миллионға кредит алып жатамыз, ипотекадан бөлек қосымша кредит алып жатамыз. Соны қосып ары қарай ипотека рәсімдеп жатамыз. Осындай жағдайда кредит жаңағы 5-6 миллион кредитті алмай, сол бағаға қаланың шетінен арзан вариантты ипотекаға үй алып алсаңыз, қосымша егер көлігіңіз жоқ болса, арзан вариантта үй аласыз, үстіне бірден барып автосалоннан автокредитке жаңадан машина аласыз, көлік аласыз. Сонда қаланың шетінен үй алсаңыз ипотекаға, плюс жаңағы автокредитіңіз бар, екеуінің ай сайынғы төлемі қаланың ішінен алған пәтердің төлемімен бірдей болады. Осындай вариант қалай сіздер? Негізінде бұны бір оқпен екі қоян ату деп ойлаймын мен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осылай тиімді ме? Қаланың ішінен бір пәтер аласыздар, кредит алып, немесе сол төлеммен, сол ай сайынғы төлем шығады, қаланың шетінен бір пәтер және көлік аласыздар. Екеуінің төлемі бірдей. Ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Осы видеоны көпшілікке таратып қойыңыздар чаттарға. Көпшіліктің көзқарасын білейік, мнениесін білейік. Парақшаға тіркеліңіздер.